Қандай кезде қызға 3 бұрым қойылады? Қыз бой жеткенде оған міндетті түрде қос бұрым қояды. Бұрым өрілген ұзын шаш. Қос бұрым қою жалғыздық Құдайға ғана жарасады деген сенімнен, қосағымен қосағарсын деген тілектен туған. Қос бұрым қыздың назы мен бостандығының белгісі. Қызға құда түсушілер көбейгенде қос бұрымға тағы бір бұрым қосылады. Бұл көп құда түсушіден тек жақсы бұйырсын деген ізгі ниеттен туған. Бірақ қазақ халқы қызға 3 бұрым қоюға да аса сақтықпен қарайды. Өйткені мұны менмендік әрі құда таңдаудың бір көрінісі деп те түсінетіндер болған. Сыңар бұрым кімдерге қойылды? Сыңар бұрымды көбіне оң босағада отырып, тұрмысқа шықпай қалған қыз қояды. Бұл жалғыздықтың белгісі. Кей деректе сыңар бұрым немесе көп бұрымдылық зинақорлықты көрсетеді деп жазылған. Мысалы, Шоқан Уәлиханов Қашқарға жасалған сапарында көп бұрымды қыздар туралы да жазады. Оның айтуынша, қыздардың бұрымы олардың өмірлік тәжірибесіне байланысты. Яғни көп бұрым көп некеде болған, немесе жеңіл жүрісті әйелдерге қойылады. Қыз баласының бұрымы ешқашан кесілмеген. Бабаларымыздың қалыптасқан дала заңдарында шашқа байланысты арнайы ұстанымдар болған. Егер әлдебіреу әйелдің бұрымын кессе, ол әйелдің дене мүшесінің бірін кескенмен бірдей деп есептеген. Сол себепті бұрым үшін құн төлеткен. Әйел үлкен күнә жасаса, оның бұрымын кескен. Әйел үшін бұл ауыр жазамен, тіпті өліммен тең.